Ата-аналар балаларының келешегі үшін ақша жинай алады. Ол үшін үкімет балалардың шотына 220 мың және 443 мың теңгеден астам қаражат аударатын болады. Жетім балаларға көбірек сома бөлінбек. Аталған қаражат отбасындағы балалардың барлығының шотына түсе ме? Олар ақшаны қай уақытта шешіп алуына болады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақстандағы балалардың келешек жүйесіндегі есеп шотына 220 мың теңге түсетін болады. Осылайша ата-аналар балаларының келешекте оқуына ақша жинай алады. Ол аз ғана уақыттан кейін үстеме пайызбен көбейіп, көп сомаға айналмақ. Сонымен мәжіліс ақпарат, әлеуметтік даму, мәдениет және мұрағат істері салаларындағы нормаларды қажетсіз заңнамалық реттеуді жою мәселелері бойынша заңнамалық түзетулерді екінші оқылымда қабылдады. Заң, мәдениет және ақпарат министрлігінің осы салалардағы негізгі мақсаттарын, міндеттері мен құзыретінің қағидаттарын айқындайды. Қабылданған нормалар аясында келешек бірыңғай ерікті жинақтау жүйесінің қызметін құқықтық реттеуде қарастырылған. Оны құру туралы мемлекет басшысы әділетті Қазақстанның экономикалық бағыты атты жолдауында мәлімдеген болатын. Негізгі келешек моделі мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің қолданыстағы платформасы аясында жүзеге асырылатын болады. Әрбір ата-ананың кез келген банкте немесе өмірді сақтандыру компаниясында кез келген жастағы баласының атына шот ашуға құқығы бар. 5 жасқа толған балалар үшін мемлекет олардың шотына бюджеттен 60 айлық есептік көрсеткіш, яғни 220 мың теңгеден астам, ал жетім балаларға 120 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 443 мың теңгеден астам мөлшерінде бюджеттен бір жолғы бастапқы білім беру капиталын аударады. Жинаққа барлық балалар үшін 5%. Халықтың әлеуметтік осал топтарындағы балалар үшін 7%. Сондай-ақ банктің немесе сақтандыру компаниясының белгіленген кірістілігіне жыл сайынғы мемлекеттік сыйлықақы алынатын болады. Жиналған қаражатты Қазақстандағы немесе шетелдегі колледждер мен университеттерде оқытуға жұмсауға болады. Бұл жастардың болашақта оқу үшін көп көмек болғалы тұр.